менің анам менің ең жақын адамым. Хейт болып жатыр, иә? Сол Өте қызық. жалпы Сол туралы хейт айтайықшы. Лайфхак деген сөзбен үйрететін ұстаз, ол IELTS емтиханын шын мәнінде түсінбейді. Қазір айтсам, көп адамдар сенбейді. Баян Мақсатқызы айтқан. Жалпы мен IELTS-ты 20 рет тапсырғанмын. Өзбек бауырларымыз, қырғыз бауырларымыз мені құттықтап жатыр. Мен 9 алдым, болды. Ағылшын емес, ең маңыздысы техника мен стратегия керек. Біз ақш-дан да ұлы мемлекет болушы едік. аралас методиканы қолданған дұрыс. 9 алсам Гарвардты менсінбей кетемін ғой. В особенности қазақ жігіттер. Анаңды өзіңмен бірге алып кетесің ба? Қазақстанда қайтып ораласың ба? Қайырлы күн, эфирде неге подкасты. Сіздермен бірге мен Зерен Арбекова. Бүгін қонағымыз әлемдік рекорд орнатқан Сая келіп отыр. Сая, қош келдің. Бүгінгі жеткен жетістігіңмен шын жүректен құттықтаймын. Қош көрдік, шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Жақсы. Сая, негізі бұндай қазір әлеуметтік желі барлығы шулап жатыр. Бұндай дәрежеге қалай жеттің? Қай мектепте оқыдың? Мен Оқып жатырсың. 116-шы жалпы білім беретін мектепте оқимын, орыс мектебінде. Бірақ ағылшын тілін мен өзім үйрене бастадым. Жалпы анам үйрете бастады 6 жастан бастап. 9 жаста мен сабақ бере бастадым. 11 жасымда бірінші IELTS-ын тапсырдым. Бірінші IELTS тапсыру мақсатым ол өйткені мен сабақ бергендіктен тек қана балдырға ғана емес, үлкен адамдар, ересек адамдардың алдында 10 жасар бала сабақ беріп жатқан кезде әрине ересек адамдарда ой туындайды. Мынау кішкентай бала маған не үйрете алады? Ағылшынша менен жақсырақ біледі ма деген сұрақтарға жауап беру үшін мен өзімнің деңгейімді дәлелдейтін халықаралық аккредитациясы бар, яғни IELTS емтиханын 11 жасымда тапсырдым. Бірақ сол кезде мен өзімнің ағылшын тілінде ең жоғары деңгей болғанмен, өкінішке орай тек қана 6-5 ұпай жинадым. Содан кейін 6 жыл бойы мен еңбектеніп, күніне 10 сағаттап сабақ оқып, аптасына 7 рет сабақ оқып, осы емтиханға дайындалып, 17 жасымда әлемдік рекорд орнатып, 9 ұпайын жинадым. Керемет, өте жақсы еңбекқорлығың көрініп тұр. Сонда сен ағылшын курсын тіліне қанша жасында бардың? Мен курсына бармадым ағылшын тіліне. Мүлдем бармадым. Менің анам үйретті, жаңа айтып өткендей ағылшын тілін. 7 жасымда ағылшын тілінде еркін сөйлей бастадым, дұрыс методика мен техниканың арқасында. Ал содан кейін өзім кітап оқып, фильмдер көріп, подкасттар тыңдап, өзім ағылшын тілімді дамыттым. Негізі көп болып жатады ғой, адамдар өздері, балалар Америкада туылса, сол кезде Америкада өмір сүре бастаса, еркін сөйлейді 6 жастағы балалар, кішкентай балалар. Саған сондай бір көмек көрсеткен ол анаң болып тұр ғой, әлде сен өзің үйде көп сөйлей бердің ба? Еркін сөйлеуінің құпиясы неде? Иә, жалпы 9 ұпайдың артында көп адамдар 9 ұпай алған адамдардың барлығы деп айтсам болады. ақш-да немесе Ұлыбритания елдерінде тұрып келген, сол жақта білім алған, жоғары оқуларын бітірген адамдар. Ал мен үшін бұл балдың ерекшелігі, өйткені мен ақш-да да немесе ағылшын тілі сөйлейтін мемлекеттерде мүлдем болмағанмын. Өзім ағылшын тілін осы Қазақстанда тұрып үйренгенмін. 7 жасымда шынымен де мен ағылшын тілінде тек қана еркін сөйлей қоймай, ойлана бастадым. This one in this year, okay, because we're not gonna get too far. That was my birthday. So in fact, my mom the next day was going. Кәдімгідей ағылшын тілінде американдықтар ретінде ойландым. Сөйлемдер құратымын басында. Бұның құпиясы бір, ағылшын тілі бұл спорт сияқты, басқа мысалы ғылым сияқты. Бұл жаққа қанша көп сағат салсаң, сонша жақсарады сенің ағылшын тілің. Сонымен қатар мен кішкентай кезімнен бастап өте сөйлеп қалған бала болатынмын. Яғни садикте де оны байқауға болатын, мен снегурочка болатынмын әрқашанда. Сол да өзінің септігін тигізді деп айта аламын. Керемет, күшті. Сонда жаңа 9 жасында өзің сабақ бергеннен кейін өзіңде атап өттің, үлкен кісілер болды, кішкентай қыз ғой деп былай қараған адамдар болды, иә. Бірақ соның өзінде сенің өзіңнің арнайы методикаң бар, иә. Осы студенттердің арасында күшті бір жетістікке жеткендер бар ма? Әрине, бізде студенттерімізге біз өте жақсы мотивация жүйесін қойғанбыз, яғни 8-де 5 ұпайға жетсе, студентке біз су жаңа автокөлік сатып алып береміз. 8 алса біз Дубайға немесе Египетке 2 адамға жолдама береміз. 7-де 5 алса біз IELTS-ын төлеп береміз. Неге бұндай мотивация жүйесін қойдық? Өйткені бұл жақта тек қана студенттерге маркетинг ретінде емес, бұның жалпы түпкі мақсаты бұл жалпы қазақ жастарының білім дәрежесін көтеру. Өйткені алдын айтып өткенімдей, IELTS емтиханы бұл жай емтихан емес, бұл мысалға жоғары оқу орнына грант қатысу үшін міндетті түрде тапсыратын
емтихан. Ал егер мысалға IELTS барлық жақтан мысалға келіп тұрып, портфолиоң келіп тұрып, бірақ IELTS'ың болмай қалса, сені ешқандай универ алмайды. Сондықтан біздің мектептің мақсаты жалпы біздің жастарымыз осы IELTS емтиханын тапсырып, жоғары оқу орындарына түсіп, грантқа сол алған білімін шетелде Қазақстанда келіп, Қазақстанды дамытса деген біздің мектебіміздің миссиясы. Содан кейін ноябрьде біздің 2 студентіміз 8-де 5 ұпай жинап, екеуіне де біз су жаңа көлік сатып алып бердік. Бұл идея саған қайдан келген болатын негізі? Жалпы бұл идеяның артында мен өзімді көремін деп айтсам болады, өйткені менің мектебімнің артында менің мектебім бұл барлық, грубо говоря, бөлімді менің өзімнің бөлімді жапқан. Сонымен қатар мен өзім IELTS тұтынушы ретінде білгендіктен мен түсінемін, IELTS-қа дайындалу үшін өте көп уақыт, өте көп энергия. Оны IELTS-қа дайындалмаған, IELTS тапсырмаған адам түсінбейді. Өте көп стресс болады дайындық барысында. Және біз көрсеткіміз келеді. Сіздің қазіргі өтіп жатқан стрессіңіз, сіздің қазіргі беріп жатқан уақытыңыз бұл зая кетпейді. Сіз мысалға жоғары балл алсаңыз, сізге біз осылай береміз деу арқылы біз студенттердің шабытын ашамыз сабақ оқуға. Өйткені бізде оқитын көбінесе ол менің жастастарым, жоғары сынып оқушылары, яғни ол кісілер бәлкім түсінбеуі мүмкін, IELTS деген қандай мүмкіншіліктер ашады. Полный мере түсінбеуі мүмкін. Мысалы, IELTS арқылы мен жоғары оқу орнына түсемін дегенде түсінбесе де, біз осылай мотивация қою арқылы ол кісілер жоғары балл алып, содан кейін уже, допустим, шетелге жолдама немесе машина ұтып алған содан кейін уже шетелдік универлерге түсе бастайды. Менің ойымша, осы барлығына бұл үлкен мотивация деп ойлаймын. Тіпті кез келген қазір жастар машинаны армандайды. Яғни бұл сенің басты мақсатың білім, ол күшті бір жетістікке жетуге жететін нәрсе, құрал болып тұр ғой, Иә, менің ойымша, менің анам да әрқашан айтып отыратын, өмірді жақсартудың бір-ақ кілті бар, ол білім арқылы. Мен сонымен сол сөзбен толықтай келісемін. Яғни өмірді шынымен адам жақсартқысы келсе, немесе өзгерткісі келсе, жақсы жаққа адам білім алу керек. Жалпы ата-ананың рөлі маңызды ғой бұл жақта. Сен құттықтаған кездегі эмоцияң қалай болды? Сол туралы айтып кетсең. Alo mama ya 9 aldım. 9 aldım. Mama 9 aldım. Менің анам, менің ең жақын адамым, менің сырласым, менің қолдауым, менің әрқашанда тірегім. Өйткені менің анам әрқашанда маған сенген. Сіз қазір айтсам, көп адамдар сенбейді. Мен 14 жасымда өзімнің мектебімді ашқан кезде көп адамдар айтқан анама да, кішкентай қыз сабағын оқысын, мектепке барсын, бұл кәсіп деген, бұл кішкентай балдарға арналмаған, бұл жақта үлкен ақша бар, аны игере алмайды, сабақ оқығаны жөн деген кезде менің бір ауыз сөзімнен, жоқ мама, мен кәсіпті ашқым келеді, маған осы қызық дегеннен тоқталып, анам идеямды толықтай қолдады. 11 жасымда, ойлаңызшы, 11 жасар бала IELTS тапсырамын десе, көп адамдар, көп ата-ана менің ойымша айтушы еді, сен IELTS тапсырма, басқа нәрселермен айналыс деген. Менің анам 11 жасымда мама, мен IELTS тапсырайыншы деген кезде, иә, Саяр, сен дайындал, жақсылап дайындалсаң, жақсы өзің қалаған ұпайыңды аласың деп. Жалпы мен IELTS-ты 20 рет тапсырғанмын. Hey guys, my name is Saya and you just can't believe because I just passed IELTS. That was the speaking part and it was, so nerve-wracking, but my examiner was so kind, so that was good. Бірінші IELTS-ым 10 жасымда, 2 рет IELTS-ты 15 жасымда, 4-ші IELTS-ымды 16 жасында 8-де 5 ұпай алдым. Сөйтіп мен содан кейін IELTS-ты талпындым, тағы да тапсырдым. Сол кезде түсінгенім, IELTS-қа біріншіден ағылшын емес, ең маңыздысы техника мен стратегия керек. Өйткені IELTS неше тапсырсам да мен 8-де 5 ала бердім. Сосын стратегия мен техниканы өзгерткен кезде ғана өзіме керекті 9 ұпайын жинадым. Бірақ суть не в этом, суть в том, что мен осы қаншама рет тапсырғанның өзінде IELTS-ты көп ата-ана айтушы еді. Болды, қайтесің, қаншама рет тапсырдың, қоя сал, бұл сенікі емес шығар, бұны алу мүмкін емес шығар, бұны сен универ бітіргенсің, барлық универ бітіргенсің, алып жатыр ғой 9-да. 17 жасар қыз ешқашан алмаған, 17 жасар балдар алмаған, қоя сал деп айтушы еді.
Ал менің анам маған әрқашан да айтып отырған: "Сая, сен дайындал, Сая, сен оқы, Сая, сенің қолыңнан келеді, мүмкін емес деген нәрсе сөз жоқ" деп әрқашан да маған осы қолдауын беріп отырды. Сол үшін мен әрқашанда мысалға қандай жетістікке жетпесем де ең бірінші қоңырау шалатын адамым ол менің анам. Өйткені мен түсінемін, менің қазіргі әр жетіп отырған жетістігім ол менің анамның арқасы, ол менің анамның жылы сөздерінің арқасында, анамның сенімімнің арқасы. Егер менің анам маған сенбесе, маған бұндай махаббатын бермесе, маған бұндай жылы сөздерін бермесе, керек кезінде қамшылап қоймаса, мен қазіргі дәрежеге мүлдем жетпеуші едім. Сол үшін де мен 9 ұпайын алған кезде бірінші мен оны өзім көрдім. Ең бірінші хабарласқан адамым ол менің анам болды. Өйткені офиста болдым, негізі командаға да айтуға болушы еді бірінші. Бірақ мен любой жерде мысалға серіктестік алған кезде де, серіктестік бұл Қазақстан бойынша емес, әлем бойынша ешқандай центрда екі бірдей серік, екі бірдей британдық кеңес және IDP мен серіктес емес бірдей. Бірақ мен сол екі халықаралық ұйыммен бірге серіктес болдым. Яғни мүмкін емес аты жасаған кезде бірінші хабарласқан адамым ол анам болды. Яғни мен қанша жасым ұлғайса да, қанша үлкейсем де, мен балапан сияқтымын ғой, всегда бірінші анамды іздеп тұрамын. Сондықтан анам мен үшін, анамның рөлі менің өмірімде өте үлкен. Енді Қазақстанда менталитет бойынша бізде туысқандар бар. Кім бірінші одан кейін білді осы ақпаратты? Әлде анаңыз білгеннен кейін әлеуметтік желіге бірден салдыңыз бе? Жоқ, мен әлеуметтік желіге ақпанда салғам. Мен 23 қаңтар нәтижемді көрдім, нәтижемді білдім. Анамнан кейін мен өзімнің командама айттым, өйткені анамнан кейін ең жақын адам ол менің әрине командам. Өйткені мен командамен барлық менің сырымды, барлық толықтай мінезімді біледі, менің мінезімді жақсы біледі, және біз өте жақсы жұмыс жасаймыз. Сондықтан да ол кісілер менің командамда. Мен өз командамдағы әріптестерімді өте қатты сыйлаймын және бағалаймын. Сондықтан ол кісілер де енді күтеді ғой, 9 сіз қашан аласыз Мисай деп өте көп сұрағандықтан ең бірінші анамдан кейін командама айттым. Мен ол кісілерге негізі 9 алдым деп емес, видеосы бар. Мен кеше IELTS тапсырдым деп айттым. Соншалықты сенгені 9 алғанды біліп қойды ғой. Сол жерден сізді құттықтады барлығы. Рекорд қойғанға дейінгі күндермен рекорд қойған күннен кейінгі күніңіз қалай өтті? Жалпы міне жарияладыңыз да бұл жаңалықты барлығына. Таңертеңнен мүмкін сізге жаза бастады, немесе күшті мүмкіндіктер ашылды. Өзіңізді жұлдыз сезіндіңіз бе? Жалпы мен сразу жарияламадым әлеуметтік желіге. Ақпанның 2-сіне ме 3-не ме жариялаған болғанмын выпускнойда. Өйткені мен бірінші бұл нәтижемді командамнан кейін студенттеріме айтқым келді. Содан кейін барлығына айтқым келді. Сол үшін выпускнойда жариялаған болғанмын. Жалпы мен IELTS емтиханымның нәтижесін ашып 9-ды көрген кезде мен бір эйфорияда болдым, шынында айтсам. Бір өте қызықты сезімде болдым. Сене алмадым. Менің сезімді қазір описывать ету өте қиын. Өйткені бұны шынымен де оны адам өзі сезінбесе бір қызық деп санайтын шығар. Өйткені мен өз-өзіме келе алмай жүрдім. Бұл нәтижеге өте көп келдім. Және әр күнде азанда оянған кезде мен мына оймен оянатынмын. Бүгін эссе оқу керек, қазір сосын райтинг жазу керек, сосын рейтинг жасау керек деген оймен оянатынмын. Және ендігі күні тұрған кезде дәл соны оянып, по привычке барып эссе оқып жатсам, ойлаймын ғой, мен 9 алдым. Болды 9 алыппын ғой деп ойлаймын. Өте қызық сезім болды сол кезде. Бір-екі апта бойы бір желіде жүрдім ғой, прям өте көп пабликтар салды. Жалпы өте көп қолдау сезіндім. Елімнен, біздің қоғамнан өте күшті қолдау сезіндім. Сондай халықаралық деңгейдегі ұсыныстар болды ма? Қазақстаннан бөлек, мүмкін шетелден жазып жатыр, мүмкін шақырып жатыр, білмейтін бір брендсерлар бар ма? Өте бұл дәреже әлемдік рекорд болғандықтан әрине біздің бауырларымыз, өзбек бауырларымыз, қырғыз бауырларымыз
мені құттықтап жатыр, ол жақтан да мен өте үлкен қолдау көріп жатырмын. Ал халықаралық на самом деле менде запросы прям өте көп та, мен запростың барын оқып үлгермеймін, сондықтан тондарға жауап беріп те үлгермеймін. Мүмкін өте көп шығар, просто менің уақытым жоқ та оған. И бізде сәл андай пландар, маркетинг отделы план сәл басқа болғандықтан пока оны отырып ашатан болып жатқан жоқ. Мүмкін бар. Менің ойымша сенің жетістігімен барлық университет грант беру керек сияқты. Дегенмен енді әлеуметтік желі ол сондай жер, хейт деген нәрсе болады. Кеше ғана сторисіңді көрдік. Хейт болып жатыр, иә. Сол Өте қызық, сол туралы айтайықшы. Хейтке өзіңнің айтар сөзің бар ма? Жалпы не деп ойлайсың? Не деп жауап бере аласың осыған? Енді адам өсе алмайды ғой хейт болмаса. Баян Мақсатқызы айтқан, егер саған тек қана позитив жазса, ол сенің туысқандарың деп айтқан да. Яғни шынымен де мен көтерілген кезде маған өте көп қолдау көрсеткен адамдарыма, қазақ еліне үлкен рахметімді айтқым келеді. Өйткені сол адамдар арқылы мен барша қазақ еліне, барша мысалға тынды елдеріндегі жастарға мотивация бере алып жатырмын. Бірақ сонымен қатар аяқтан шалған адамдарды өте көп. Оның ішінде мен өсіп қараймын да, рилстарымның комментарийінің астына, сөйтіп бізде маркетинг отделде статистика деген нәрселер болады. Аудитория қай жақтан дегенде. И сол жерде статистиканы ашсаң, даже айтуға ұят, бірақ қазақтардан қараған кезде мен басқа елдік азаматтардан көбірек қолдау алып жатырмын. Немесе басқа сөзбен айтсақ, мені басқа елдік азаматтар хейт етпейді. Тек қана қолдау сөздер жазады. Ал біздің қазақ азаматтары, оның ішінде в особенности қазақ жігіттер, білмеймін, мен не істеп қойғанымды білмеймін, сонша әлемдік рекорд орнатып Қазақстанның атын шығарып жатсам да, маған өте ауыр нәрселер жазады, тек қана комментарий ғана емес, дайректке де, өйткені кейбір кезде дайрект запрос приниматься етіледі да, бот болған кезде, сол кезде көресің, оқисың, сол кезде сәл ойланасың да, неге біздің қазақ жастарымыз біз бірімізге қолдау көрсетпейміз деген ой болады. Өйткені менің ойымша, егер қазақ жастары бір-бірлеріне көмек көрсеткен кезде, тірек болған кезде, біз ақшыдан да ұлы мемлекет болушы едік. Өйткені ақшының инновациялары, ақшының ойлап тауып жатқан, мысалға Silicon Valley дейміз ғой, силиконовая долина, оның барлығын қазақ жастары одан да 100 есе жақсырақ таба алады. Бірақ біз бірімізді қолдамағандықтан ол қолдаусыз қалады, ол идеялар не реализованы болып қалады дегендей. Сондықтан мен өте қатты қалаймын, біздің қазақ жастарымыз бір-біріміздің аяғынан шалмай, бір-бірімізге көмектеседі. Менің анам әрқашан бір мақал айтып отыратын, қазір тілімнің ұшында тұр, есіме түсіре алмай жатырмын. Болар елдің балалары бір-біріне ақылды мақтанышым дейді. Болмайтын елдің балдары бір-бірінің аяғын шалады дегендей, сондай контекстте айтатын. Мен сонымен келісемін. Я хейт өте көп келеді, бірақ мен хейтқа үйренген адамын. Өйткені мен парақшамды 14 жасымда ашқанмын. Сол кезде 14 жасар бала кәсіп бастап жатқан кезде әрине өте көп ол әртүрлі ойлар туғызады. Бірақ мен хейтқа на персональном уровне маған бәрібір, өйткені шынымды айтсам, мен комментарийларды оқуға уақытым жоқ. Менің өте көп проекттерім бар. Өйткені мен осы IELTS-тан кейін өзіме қанша мақсат қойып тастадым. Мен жалпы мынандай адаммын. Мен 17-ге толған кезде, 18-ге толамын ғой ендігі жыл, 8 үлкен мақсат қойдым. Әлемдік рекорд орнату, анама пәтер сыйлау, сол 8 арман қойдым, 8 мақсат қойдым бір жылдың ішінде. Және мен ендігі жыл 19-ға толам, 19-ға толмас бұрын мен 9 мақсат қойдым. Сол 9 мақсаттың барын орындаймын. Солай мен өмір сүремін. Яғни менде даже если я захотела бы, менде грустить етіп отыруға, депрессияға түсуге уақытым жоқ та. Мен күніге таңғы сағат 5-те тұрам, тренировкаға барам, сабақтарға қатысам. Мен мектепте оқимын, 11-ші сынып, скоро бітірейін мектепті. Менің кәсібім бар, менің мектебімде 70-тен астам адам жұмыс жасайды. Сонымен қатар мен де уақыт өткізуім керекпін деген сияқты да. Сондықтан менің шынымды айтсам, уақытым жоқ ол хейтті оқып отыратын. Бірақ на масштабном уровне айтсам, ол менмін да, менің стерженім қатты, мен сонда мықты адаммын. Бірақ басқа балдар, мысалға менің орнымда болса, олар сынып қалушы еді анау хейттің астында. И қазақ елі бір сондай мықты тұлғадан, бір сондай ұлы тұлғадан айырылып қалушы еді.
Просто адамдар көре алмағандықтан. Вот это вот реально обидно. Мені сол көп ойландырады да, сол үшін айтқым келеді. Бір-бірімізді қолдайық, өйткені біз бір-бірімізді қолдамасақ, бізді кім қолдайды? Жалпы енді осы IELTS негізі барлық көп адамдарға андай бір қиын экзамен болып көрінеді да негізі. Сол IELTS-тан жоғары балл алудың бір құпиясы бар ма? Бір қандай да бір лайфхактармен бөлісіп жіберсең, кішігірім бұл. Лайфхак жоқ IELTS-та. Лайфхак деген айтатын сөз, лайфхак деген сөзбен үйрететін ұстаз, ол IELTS емтиханын шын мәнінде түсінбейді. IELTS бұл бізде лайфхакпен өйтіп оңай өте салатын емтихан емес. Бұл IELTS ол шахматы сияқты. Яғни шахматта сен оңай жеңудің способы жоқ, бірақ логикасын түсінсең, шахматты түсінуге болады. Дәл сол сияқты IELTS-та да стратегия техникаларды білсең, IELTS-тың мысалы қалай жазу керек эссені, өйткені эссе жазуда сен тек қана өз ойыңды емес, өз ойыңды определенным образом жеткізуің керексің. Графаның қай жерін талдау керек, қалай группировать ету керек информацияны, қалай анализировать ету керек, допустим, task 1-дегі графаны, немесе қалай рейтингтағы мәтіндерді қалай оқу керек, қандай сөздерге көңіл бөлу керек деген сұрақтарға жауап бере алсаңыз, сондай техникалар білсеңіз, IELTS-тан жоғары балл алу оңай. Осы дайындалу үшін аралас методиканы қолданған дұрыс па? Яғни мысалға райтинг бөлек, ридинг бөлек деген сияқты. Иә, әрине, біз сөйтіп оқытамыз. Бірінші ең оңай listeningта бастаймыз. Listeningте 5 түрлі сұрақ бар. 5 түрлі сұраққа 5 түрлі подход керек. Рейтингта 14 түрлі сұрақ бар. 14 түрлі сұраққа 14 түрлі подход керек деген сияқты. Ал өзің IELTS-қа дайындалған кезде, мысалға өзің мектебінен бөлек, мысалға мектебің болмай тұрып өзің дайындалдың ғой, қандай бір ресурстарды көрдің, қандай бір күшті бір жерлерді көрдің, өзің ақпарат алатын, немесе қандай кітаптарды оқыдың? Мен мүлдем ютубты көрмедім, өйткені ютубта 1000 адам 1000 түрлі айтады, мен оларға сене алмадым. Мен тек қана өзімнің слабый тұстармен жұмыс жасадым. Мысалға, рейтингта бір сұрақ түсінбесем, неге мен ол сұрақ түсінбедім, неге мен бүйтіп жауап бердім, өте көп анализ жасадым, сол арқылы осы деңгейге жеттім. Енді бір сұрақ қойсам саған. Naturally, all candidates tend to feel anxious during the speaking section of the IELTS, but how did you specifically prepare for it? There are many breathing techniques that one can use, and we teach that specifically on the course to calm down. And feeling anxious is not a bad feeling. A lot of people do not realize this. Feeling anxious and feeling nervous is actually good. Olympians, like Olympic champions, they are wired to feel nervous before their competition or before their run or whatever it is, because feeling nervous makes your body stronger and your mind more woke. So you need to sort of not label this feeling as negative. You need to think of anxiety as excitement, for example, and make it work for you instead of against you. Okay, thank you for your advice. Енді IELTS, осы жалпы IELTS енді күшті нәрсе болып тұр. Бүгінде тема IELTS саған не берді? Түгелмен айтқанда. Мен осы жылы мектеп бітіргенмен, портфолио мықты болғанмен, мен 1 жылдан кейін ғана университетке заявка тастаймын, яғни 1 жыл үзіліс аламын мектептен кейін, яғни әлі жоғары оқу орындарына түспеймін. Бірақ бұндай ұпаймен қандай жоғары оқу орнына түссем, ол жоғары оқу орны мені қабылдайды. Комментарийларды қызық жазады адамдар, TikTokта әзіл қой адамдар жазады. 9 алсам Гарвардты менсінбей кетемін ғой деп. Сондай сияқты да. Бірақ жоғары оқу, любой жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндік береді IELTS 9. Және әрине менің кәсібімде де өте үлкен мүмкіншіліктер ашады, бірақ ең бірінші 9-ды алудың себебінің бірі бұл мен студенттерге мотивация бергім келді, өйткені айтқым келді, вот қараңдар, достар, мен оқыдым, мен дайындалдым, мен 9 алдым, сендер оқып дайындалып хотя бы 7 ала аласыңдар деп айтқым келді. Сондай мотивация бергім келді. Сондықтан 9 деген кәсіби тұрғыдан да, қаржы тұрғыдан да, немесе білім тұрғыдан да өте көп мүмкіншіліктер ашады. Бірақ дегенмен қазіргі уақытта, мысалға, бізде Қазақстанда менталитет бар, ата-анамыз оқытады, кішкентай кезінен бастап, мектептерде курстарға жаза бастайды, дегенмен нәтиже жоқ. Осының неге бұндай болып жатады? Адамдар қазір қатты мотивация деген нәрсені оқып, білмеймін, бір мотивация деген аурумен ауыратынын түсінбеймін. Мотивация деген ол не постоянный и недостоверный ресурс, источник энергии. Өйткені мотивация — это проявление наших гормонов. Яғни, мысалға, особенно
түнде бізде мотивация өте қатты болады, и этому есть научный объяснение. Негізі мен әр нәрсені ғылыми тұрғыдан зерттегенді өте қатты жақсы көремін. Біз қазір қаншама бір современный технологиялармен жұмыс жасасақ та біздің миымыз өкінішке орай қатты өзгермеді. Сондықтан біз әлі сол принциптармен өмір сүреміз. Баяғы бір 20 мың, 30 мың жылғы миымыз әлі сол мимен әлі сол принциптармен ойланады. Яғни мотивацияға сенбеу керек, адамда нақты мақсат болу керек, мақсатпен қоса нақты дедлайн болу керек, және соған қарай план действий болу керек, сол планмен жүру керек. Сен сабақ оқығың келсе де, оқығың келмесе де, бәрібір сен сабақ оқуың керексің. Сен жасағың келсе де, жасағың келмесе де, бәрібір сен жасауың керексің. Өйткені мен кішкентай кезден бастап, білмеймін, менің ми жұмыс жасауым сонда. Мен өйткені кішкентайымнан бастап мен кәсіпке айналысқан соң, кәсіпте мынандай нәрсе жоқ, менің настроением жоқ, мен істегім келмейді. Өйткені сен тек қана өзіңе емес, сен тек қана өзіңнің ризығыңды ғана емес, сен басқа адамдардың да ризығын табуға көмектесіп жатсың. Мысалға 70-тен астам адамға сен мысалға заработная плата табуға көмектесіп жатырсың, да, допустим. Сондықтан бизнесте де, жалпы өмірде де мен андай нәрсеге сенбеймін. Вот жасағым келмей жатыр, жасамай ақ қояйын дегенде, мен жасағым келмесе, мен соны 2 рет жасаймын. Бізде өйткені мен кішкентай кезімде кәсіби жүзуге барғам. Яғни мен олимпийский чемпионға шығарғысы келген менің тренерім, бірақ өкінішке орай это не получилось. Сол кезде я не хочу деп айтқан кезде менің тренерім ол кісі айтатын: тогда проплывешь 2 раза дейтін. Яғни мен сондай принциппен өткен адамда, істегім келмесе 2 рет істеймін сол нәрсені. Солай өмір сүру керек. Ал неге ағылшын тілін үйрене алмай жатыр деген адамдарға? Өйткені ол адамдар ештеңе жасамайды. Грубо говоря, по факту ол кісілер бізге келеді да, менің мектебіме келеді. Сол кезде өте көп айтатын нәрсесі: мен өте көп курстарға бардым, мен оқи алмадым. Иә, мен түсінемін, өте көп курстарда дұрыс емес методикамен оқытады. Бірақ егер сіз адамның өзінің әрекетіне қарасаңыз, ол адамдар аптасына 3 рет курсқа барады, 3 сағат бөледі ағылшын тіліне, и ойлайды, 1 жылдың ішінде немесе 2 айдың ішінде мен ағылшын тілінде сайрап кетемін. Бірақ олай жұмыс жасамайды. Мен 1 жылдың ішінде ағылшын тілінде еркін сөйлеу үшін мен күніне 10 сағаттап жұмыс жасайтынмын. Осы дәрежеге жету үшін мен 6 жыл бойы күніне 10 сағаттап, аптасы 7 рет сабақ оқығанмын. Ойлаңызшы, адамдар даже күніне 1-2 сағатты бөле алмайды ағылшын тіліне. Олар қалай айтады, мен ағылшын тілін үйренбедім деп. Мысалға, ол андай сияқты ғой. Олимпийский чемпионға барасыз да, айтасыз: мен қалай аптасына 3 рет тренировкаға, допустим, мен жүзуде олимпийский чемпион болғым келеді. Қалай мен аптасына 3 рет жүзуге барып, ешқандай диета жасамай, спортзалға бармай, олимпийский чемпион болып кете аламын 3 айдың ішінде? Ол мүмкін емес қой. Адам түсіну керек, ағылшын тілі бұл дәл басқа навыктар сияқты, спорт сияқты, ғылым сияқты, оған да бір определенный сағат, определенный энергия салу керек. Өте көп қазір мен көрем жарнамаларда: сіз ешқандай энергия салмай ағылшын тілін үйренесіз деген. Это чисто маркетинг, это так не работает. Иә, сіз ағылшын тілінде сөйлеп кете аласыз, егер мысалы ақш-ға барсаңыз. Бірақ егер сізде мақсат тұрса, IELTS тапсыру немесе жоғары оқу орнына түсу деген сияқты, сіз оны ағылшын тілі сізге ешқалай ол жақта көмектеспейді. Өйткені ағылшын тілін шын мәнінде сауатты сөйлеу үшін сізге шынымен де нужно попотеть, нужно шынымен де уақыт салу керек. Өйткені қазақ тілінде дәл сондай ғой. Егер балаға қазақша сөйлесең, ол қазақша саған сөйлейді, бірақ ол сауатты сөйлей ма, сөйлемейді ма? Сөйлемейді ғой балдар сауатты. Сенің ана тілің қазақ болсын, орыс болсын, африкандық ағылшын болсын, сауатты сөйлеу үшін саған кітап оқу керек, саған мысалға өзіңе қиын материалдарды, подкасттарды, немесе деректі фильмдерді көру керек. Ағылшын тілі дәл сондай тіл. Дәл қазақ тілі сияқты тіл. Оған да определен бір күш салу керек. Негізі осы курс таңдаған кезде адамдар келеді де былай айтады: pre-intermediate-тан advanced-қа мен 2 ай ішінде көтеріле аламын ба деген сияқты сұрақтар көп туындап жатады. Осыған не айтасың? Жоқ деп айта алмаймын, өйткені біздің студенттеріміз өзі сөйтіп көтеріледі. Pre-intermediate-тен advanced-қа 10 аптаның ішінде көтеріледі. Pre-intermediate A2-мен келген студенттеріміз біздің 7 алады. Ол тек қана C1 емес, бұл академический C1, что вы понимали. То есть бұл студенттеріміз бізде еркін оқиды, еркін жазады. То есть это прям машина. Вот я не зря называю своих студентов машинами. Олар прям реально машина, потому что олар реально вкладывают барлық еңбекті салады, уақыт салады, сондықтан осы дәрежеге жетіп отырады. Ол мүмкін. Бірақ мен мынау нәрсемен келіспеймін. 0-ден 2 айдың ішінде адвансқа жет деген, это чисто. Это
Это чисто маркетинг. Бірақ та негізі қазір гарантия деген нәрсе көп қолданылады да. Таргеттерде, бірақ та адамдардың бәрі соған қатты сеніп қалып жатады ма? Сондай кезде қалай адамдарға жауап беру керек? Адамдар, мен өзімнің командама айтамын, егер адам гарантия үшін сатып алса, ол адамды курсқа тіркемеңдер, өйткені андай ғой, ол чисто командамыздың шуткасы, такая внутренняя шутка, оны көп адамдар түсінбейді. Гарантия үшін оқыған адам, ол по-любому гарантиясын, ол білім үшін келмейді, ол гарантия үшін келеді. Ал ондай адамды оқытқаннан гөрі, бізге мынандай ғой, біздің логика бойынша бізге гарантия үшін келген адамның орнына оқытқаннан гөрі машина үшін келген адамды оқытқан әлде қайда выгоднее, өйткені машина үшін келген адам ол шынымен де білім үшін келеді, ол шынымен де бір мотивациямен келеді. Ақшамды қайтарып аламын деген адамдар, ол білмеймін. Сондықтан жаңағы айтып өткенімдей, гарантия үшін келудің қажет жоқ, ешқандай бізге так тем более гарантия үшін келудің қажет жоқ. Гарантия это просто адамдар спокойно сабақ оқу үшін жасалынған нәрсе. Дұрыста көп балдар қатты уайымдайды да, менің ата-анамның үмітін ақтай алмай қаламын деп айтпас үшін біз айтамыз, сен сабағыңды оқы, уайымдама, сен барлығын бірде бір жаса, біз вот саған гарантия береміз деген мақсат қой негізі. Понимаете, сол мақсат үшін жасалынған, чтобы кішкентай балдар особенно не переживали, потому что мен білемін да, переживать етіп оқыған сабақ қатты сіңбейді да, сондықтан переживать етпе, просто сабақ оқы, вот болмай жатса, если что, мы тебе вернем деньги деген посыл ғой негізі бізде, бірақ оны адамдар көп дұрыс түсінбейді. Түсінікті. Яғни сабағыңды оқып нәтижесін күту керек деген сияқты, иә? Нәтижесін сол кезде көресің. Ол гарантияға сенуге болмайды, иә? Жоқ, гарантияға сенуге болмайды деген кезде, біз по факту қайтарамыз, біз ай сайын шынымен де егер балдар бізде 6-5 алып қалады да, кішкене спикингті растерялась, андай-мындай деп 6-5, 7-ге гарантия болған 6-5 алып қалады. Сол кездерде, біз әрине ақшаларын қайтарамыз, но достар, гарантия үшін сатып алудың немесе курсты алдаудың вот реально қажет жоқ. Жақсы, күшті методика негізі. Ал енді өзіңнің жеке өміріңе көшейік, кішкене IELTS-тан бөлек. Осы мектеп оқушысың, негізі мектеп оқушысың, сонымен қатар өзіңнің кәсібің бар. Осы екеуін қалай біріктіресің? Мен фокусымда, мен өмірімде ең дұрыс, ең маңызды сабақтардың бірі анам берген, ол өмірде дұрыс приоритет қоя білу, яғни мен айта алмаймын, мен алтын белгімен бітіремін, немесе 5-ке оқимын деп, мен ең минимальный балл аламын өту үшін. Допустим, 25 алсаң, грубо говоря, ендігі жылға қалса мен 26 аламын да, ендігі жылға қалмаймын, сондай сияқты оқимын да. Яғни мен фокусымның приоритетін барлығын кәсібіме қоямын. Кәсібіме, өзімнің дамуыма қоямын. Өйткені менің 5-ке оқығанмен сабақты, ол по факту практически ешқандай қоғамға пайда алып келмейді. Ал егер мен кәсіп жасап, әлемдік рекорд қойсам, ол тек қана қоғамға емес, ол біздің қазақ еліміздің атын шығарады. Сондықтан мен сондай приоритеттерді дұрыс қоямын өмірде. Енді қазір мектепті бітіресің, бұйырса, сол кезде болашақта әлі шетелге түсу планда жоқ, Жоқ, 1 жылдан кейін түсемін. Бірақ та естуімше бір универ ақшыға грант ұтып алғансың, неге одан отказ берген? Жоқ, ол универ емес, ол флекс бағдарламасы, яғни жоғары сынып оқушыларына сондай мүмкіндік беріледі. Тмд елдеріндегі ақшыға 1 жыл бойы барып, американский хай-скулда оқып келуге. Одан бас тартқан себебім, өйткені ойладым, мен ақшыға қалаған уақытымда барып тапсырып оқып кете аламын. Ал қазір мен өзімнің кәсібімді дамытқым келеді, өзімнің мектебімді дамытқым келеді деген оймен Қазақстанда қалдым. Яғни 1 жыл ішінде осы шетелге түскің келіп отыр. Қай елді қарастырып жатырсың? ақш. ақшын. Жақсы, күшті. Қай жоғарғы оқу орны? Мен қазір саяси ғылымдар таңдап жатқандықтан, Гарвард, Йейл, Принстон. Өйткені сол универлерде саяси ғылымдар в целом Ivy League'дің ең топовый, именно менің мейджорым бойынша үйрететін осы 3 универ, және осы 3 универдің ценности маған ближе келеді. Басқа универлерден қарағанда, допустим, Колумбия, Брауннан қараған кезде, маған Гарвард, Йейл, Принстонның именно ценности, которые они развивают в студентах, больше келеді. Бұйырса түскеннен кейін, қазір көп жастардың бар, жалпы шетелге кетіп жатыр. Шетелге түскеннен кейін анаңды өзімен бірге алып кетесің ба, Қазақстанда қайтып ораласың ба, қандай жоспарларың бар? Мен қанша жерден Гарвардқа түсіп, қанша жерден Америкада білім алсам да,
вот шынымен де бұл бос сөз емес. Мен Қазақстанға міндетті түрде келіп, өзімнің алған білімді қазақ еліне инвестировать етсем обратно құямын. Өйткені бұл мені тәрбиелеген жерім. Бұл жақта мен туып өстім. Және бұл жалпы менің атым Сая. Содан өте көп нәрсе түсінуге болады. Менің атымды Сая деп қойды. Тек қана өзінің жақын адамдарына ғана емес, еліне саясын төксін, сая болсын деп қойды. Тірек болсын деп қойды. Көмек болсын деп қойды. Сондықтан менің бұл миссиям деп ойлаймын. Мен қазақ еліне келіп, өзімнің алған білімімді, өзімнің жинаған тәжірибемді қазақ елін дамыту үшін аламын, грубо говоря, сол білімнің барлығын. Өйткені ол білімді просто өзіңе қолданған, немесе ол білімді еш жерде қолданбаған, ол бос алынған білім деп ойлаймын. Сондықтан әр алынған білімнің артына мақсат болу керек. Ал менің мақсатым ол қазақ еліне келіп, қазақ елін көтеру, қазақ жастарына мүмкіндіктер беру, қазақ жастарын дамыту. Сондықтан, мен білімді алып келемін, бірақ Америкадан міндетті түрде Қазақстанға міндетті түрде келемін, ал анамды мен алып кетпеймін. Өйткені анам менің қою қызыл шайды сүтпен өте қатты жақсы көреді, ал Америкада оны табу қиын деп ойлаймын. Жақсы жауап негізі. Жалпы енді Сая, өзіңнің түгел тәжірибеңмен бөлістің десек те болады. Осы жетістікке жету үшін көп еңбек қажет қой енді. Еңбектің арасында да болып тұрады ондай депрессия кіріп кетесің, выгорание болады. Жалпы осы жетістікке жетер жолындағы ең қиын сәт қандай болды? Менде выгорание, депрессияға мүлдем уақыт болмады. Менде по графику, по минутам все расписано, менде мүлдем өйстіп сырқырап отыратын, жылап отыратын уақыт болмады. Мен сол үшін да айтам, машина деп бірінші мен өзім айта бастадым, сосын студенттеріме айта бастадым. Вот реально машина сияқты жұмыс жасаймын мен. Мен по часам настроениеге қарамаймын. Қандай настроениеде болсам да мен жұмысыммен жүремін. Яғни менде депрессияға, мұндайға, выгораниеға уақыт жоқ. Ал андай мысалға жеке өзіңнің өміріңде ешқандай бір отбасылық жағдайлар болып тұрады, сондайлар саған кедергі келтірмеді ме? Әрине, мен адам болғандықтан ондай нәрселер өте көп болып тұрады, бірақ соған қарамастан мен істеймін, менің жауапкершілігім бар. Мысалға мен кішкентай қыз емеспін, менің кәсібім бар дегендей. Сондықтан қандай жағдай болса да мен жауапкершілік алуым керекпін командамның алдында. Сондықтан командам мені күтпейді. Командам 70-тен астам адамға сен айта алмайсың, менің бүгін настроением жоқ, менің бүгін андай-мындай, давайте как-то бүгін емес деп айта алмайсың. Сондықтан не болса да мен өз жұмысыммен, өзімнің не жасауым керек, сонымен жүремін. Қазіргі уақытта енді IELTS тапсырып жатқан адамдар көп, соларға қандай кеңес айтасың? Дұрыс методикамен дайындалыңыздар, дұрыс стратегиямен дайындалыңыздар, опытты мұғаліммен дайындалу. Бұл ең біріншіден айқын өзіне мақсат қою керек, дедлайн қою керек, жақсы ұстаз болу керек, бұл өте маңызды, дұрыс стратегия болу керек и дұрыс настрой болу керек жалпы емтиханға деген. Осымен біздің подкастымыз аяқталайын деп қалды. Соңғы сұрағым, осы негізі өмірлік ұстанымың қандай? Мен жалпы өте көп философияларды қарастырдым. Соның ішінде ең сүйікті философия менің, және өзім ұстанатын философиям ол стоицизм. Ең танымал стоиктар, олар Маркус Аврелий, римский император, сонымен қатар Сенека болған, Аристотель және Барак Обама, Джордж Вашингтон тоже стоик болған. Яғни маған сол философия ең жақын болып келеді. Стоицизмда айтылады, адам ешқашан уайымдамау керек. Сенекадан сұраған, сіз уайымдайсыз ба деген. Жалпы өмір жайлы, болашағыңыз жайлы сөзге Сенека жауап берген. Егер мен оны өзгерте алсам, маған уайымдаудың қажеті жоқ екен, мен оны өзгерте аламын, ол менің қолымда. Егер өзгерте алмасам, маған уайымдаудың қажеті жоқ, мен оны өзгерте алмаймын, мен уайымдаған ештеңе болмайды деген. Яғни сол аспекті бар. Стоицизмнің жалпы өмірге деген философиясы, құндылықтар, өмірдің құндылықтары өте қатты ұнайды. Өйткені Маркус Аврелий римский император болған. Ал сол кезде римляне ойлаған ғой, жалпы баяғыда адамдар қатты географияда разбираться берген ғой, и римляндар үшін өздерінің әлемі, өздері үшін прям целый әлем сияқты болатын, өздерінің государстволары. Және олар Маркус Аврелийді как бог, как құдай ретінде көрген ғой, как властелин мира ретінде көрген. Бірақ оған қарамастан Маркус Аврелий пировать етуге болушы еді, күніге мысалға шикарный ужин жасауға болушы еді. Бірақ Маркус Аврелий өзінің народына көмектесуді, өзінің қоғамын жақсартуды ойлайтын, және өте көп ойланатын. Яғни өте көп анализировать ететін. Маған да сол философия өте жақын. Яғни
адам түсіну керек, адамның өмірінің бақыты бұл қазіргі сәттегі бақытты болу емес, бұл в конечном итоге адам қай кезде бақытты болады, ол өзіне пайдалы болған кезде, ал адам өзіне пайдалы болу үшін адам қоғамға пайдалы болу керек деп ойлаймын. Абай атамыз айтып өткеніндей, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап бар қалан, барлығымыз осы қоғамда бір кірпішпіз, өзіміздің орнымызды тауып, сол орнымызда болуымыз керекпіз деп ойлаймын. Көп рахмет, Сая. Бүгінгі айтып жатқан мәліметтерің өте құнды. IELTS жайлы ғана емес, көп кітап оқитының барлығы көрініп тұр. Сен сияқты жастар елімізде көбірек бола берсін. Ал құрметті көрермендер, осымен біздің Қазақстанда әлем бойынша IELTS-тан ең жоғары ұпай жинаған қонағымыз Саямен подкастымыз тамам. Келесі кездескенше.